Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қарынды оңай әрі тез тазалаудың әдісімен бөлісемін. Ең алдымен қарынды айналдырып аламыз. Тазалайтын жағын ішіне қаратып, ішіне ыстық қайнап тұрған суды құйып, аузын жауып, қалған суды сыртына құямыз. 5 минут қойып қоямыз. 5 минут өткеннен кейін қарынды алып айналдырамыз қайтадан. Міне алынып жатыр, оңай алынады. Қарынды айналдырып алғаннан кейін пышақпен немесе қолмен тазалап шығамыз. Оңай алынады, қолмен де тазаласаңыздар болады. Қарынды тазалаудың басқа да әдістері бар, тұзға да салып қойып жатады. Маған осы әдіс ыңғайлы, әрі тез, уақытты көп кетірмейсіз. Суға салып, оны күтіп, бірден 5 минутқа суға салып алып, тазалап тастай бересіздер. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Міне барлығын осылай тазалап шығамыз, және тазалап болғаннан кейін салқын сумен жуып аламыз. Міне қарнымыз таза болып тазаланды. Міндетті түрде осылай тазалап көріңіздер. Рахмет.